Түп сананы тазалау. Лас судың үстіне таза су ағызса ғана тазаланады. Мен үнемі онлайн сабақтарымда бұл айтқанымды көрсетіп те жүрмін. Өзіңіз стакандағы қара шайға краннан таза су ағызсаңыз, біраз уақыттан соң суыңыз ақ түске айналып тазалана бастайды ғой, солай ма? Түп сананы да дәл солай тазалау керек. Осы күнге дейін өзіңізге қарыз, кредит, баламен, енеңізбен, күйеуіңізбен дұрыс болмаған қарым-қатынасты магнитше тартқан түп санаңызды қайта программалап алуға болады. Түбегейлі өзгерте аласыз. Айналып келгенде сенім мол. Жазады, шығарады, сеніп барып жасайды. Одан кейін керекті нәрсеңді өндіруің керек. Тазалау процесі кешенді жүреді. Ойың, сөзің дұрыс болу керек. Ой, сөз дүниедегі ең қиын жұмыс, бірақ оны істей алса, қалауыңыздан қар жанатын кезі содан басталады. Түп сананы тазалау, компьютердің өшіріліп қайта қосылғаны секілді, кез келген тілегіңізді жаза қоятын әппақ қағазды басып шығарумен бірдей. Өйткені тазалау процесі түп санаңызға жылдар бойы шегеленіп қалған негативті сәттерді, сол сәттерге байланысты туындаған көңіл-күйіңізді тұтастай сыртқа шығарады. Ауру сезімі, қорқыныш, реніш, өкпе, бұл сезімдер адамның өмір сүруіне қиындық тудырып қана қоймай, оның дамуына да кедергі келтіреді. Мұндай негативті эмоциялар адамның энергетикасын бұзады. Тіпті созылмалы аурудың туындауына себепші болады. Ал мұндай ұзақ жылғы өкпе реніштен арылудың жолдарын жеке-жеке келесі бөлімдерде жазамын. Ауырлықтан құтылудың ең бірінші жолы күллі психолог мамандар ұсынып жүрген медитация жасау тәсілі. Ғаламторда сан түрлі медитациялар бар. Өзіңізге ыңғайлысын тауып, құлаққаппен тыңдау арқылы медитация жасаңыз. Әрине, алғашқы кезде құлағыңыздағы әуен басқа жақта, ойыңыз сол күні істеген тірліктеріңіз туралы ойлап, шашырап кетуі әбден мүмкін. Бірақ жиі медитация жасау арқылы жаныңыз, миыңыз тынышталып, күнделікті әдетіңізге айнала бастайды. Адам миы күні-түні тыным таппай жұмыс істейді. Алдымен түсініп алайық. Адамның түп санасы еске сақтау орны ғана емес, алып мұхит сынды шегі жоқ әлем. Қарапайым тілде түсіндірсем, эмоция әркімнен қалған көңілде, мына кісі маған көмектеспеді-ау деген дәмеңізбен оның орындалмай қалған өкпесі де сақталатын орын. Айтылмай қалған реніш, орындалмай қалған арман, 5 жасыңызда қорқып қалған қорқынышыңыз, өзіңізді қарық қылып алмай әркімге алаңдаған уайымыңыз да осында. Түрлі жаман-жақсылы әдеттеріңіз, уайымыңыз, қайғыңыз, көңілсіз сәттеріңіз өтіп кеткен жоқ. Осында сақталып тұр. Оны шығарып тастау керек. Мұнда бұл эмоциялар энергия түрінде сақталып тұрады дейді кейбір ғалымдар. Кейде адамдар бір сәтінің бұрын болғанын айтып, қайталанып тұрғанына таңғалып жатады. Ғылыми тілде мұны дежавю дейміз. Немесе менде ұшақпен ұшудан, суға жүзуден фобия деп жатады. Ал шын мәнінде ол балалық шақтағы түп санасында қалып қалған қалдық энергия деп түсіндіреді кейбір ғалымдар. Өткен шағымда ұшақпен байланысты ешқандай қорқынышым болмаған. Ұшақ түгілі пойызға отырып көрмегенмін деп шыр-пыр болатындар бар. Сондай-ақ ұшаққа бірде-бір рет отырып көрмеген адам өз-өзінен ұшаққа отырудан қорқып жүреді. Ал ол адамның түп санасына терең зерттеу жүргізу арқылы ұшақтан емес, биіктіктен қорқатынын анықтауға болады. Немесе судан қорқатын адамның түп санасында бала күнінде суға кетіп, қайтыс болған адам басқа адам туралы естіген әңгімесі сақталып тұруы әбден мүмкін. Сондықтан әр адамның қорқыныштан арылуы, түп санасын тазалау тетігі де сол адамның көмегімен табылады. Түп сананы тазалау арқылы баюға, кез келген қалауыңызды жасауға болады. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Австралиялық оратор, 2 қол 2 аяғы жоқ болса да, үлкен меценат Ник Вучичтің «Жизнь без границ» атты еңбегінің атауындай өміріне қараңыз. Ол медициналық тұрғыдан шектелген мүмкіндігінің шексіз шекарасын ашып алған. 4 баласы, әдемі әйелі бар.
Оның аяғы мен қолының жоқтығы суда еркін жүзуіне де кедергі келтіре алмағанына қарап таң қаласың. Былтыр Ник Вуйчич Алматыға келді. Сонда өзі елдің алдына шыққан үстелдің үстінде тұрып, мен мұны үстелден жерге секірем десем, сенесіздер ме деп залға қарап сұрақ қойды. Мен секіретіндігіне сенімді болдым. Оның қол аяғының жоқтығын, сахнаға көмекшілерінің көтеріп шыққанын бір сәтке болса да ұмытып қалдым. Неге дейсіз бе? Өйткені оның мүмкін еместі мүмкін қылған қажыр қайраты мені сендірді. Бірақ Ник, жоқ, секірмеймін, қол аяғым сынып қалса қайтем деп залдағы көрерменді күлдірді. Инстаграмдағы парақшасына қарап отырсам, үнемі көңілді жүреді. Бір еңбегінде ашулансам бірден әзілдей бастаймын деп жазыпты. Яғни көңіл күйін жылдам түзей қояды екен. Бірде құжатыма ұзақ үңілген американдық қауіпсіздік бөлімінің қызметкеріне саусақ іздерімнен мәселе бар ма деп сұрағаным бар дейді. Яғни аяқ қолының жоқтығын мәселе қылмай, әзілге айналдырып көңілді жүреді. Сондықтан 12 мүшесі түгел болмаса да, езуі жиылмайтын азаматтан үлгі алып таңдау жасаңыз. Мәселеңізді айтып, жыланып жүресіз бе? Әлде өмір керемет деп жадырап жүресіз бе? Таңдау сіздікі. Вадим Зеланд айтады: көріпкелге, балшыға барма, өз өміріңді өзің болжап ал. Өз болашағыңды өзің жаса деп. Ендеше мен сізге өз өміріңізді әдемі қылып өзіңіз өзгерте аласыз десем, сенгеніңіз абзал. Әрине, алдымен Алладан сұраңыз. Одан кейін әрекет қылыңыз. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ақиқатында Раббыларың ұят иесі және жомарт. Пендесі өзіне екі қолын көтеріп дұға қылғанда ештеңесіз қайтарудан ұялады деген. Ал біз не істейміз? Сұрамай-ақ алдымен тон пішіп алғымыз кеп тұрады. Ал Алла өзінен сұрамаған жанға ашуланады екен. Түпсананы қалай тыңдаймыз? Әлде қалай сеземіз деп сұрап жатады. Түпсананы тыңдай алмайсың. Түпсанадағы ой жазған кезде шығады. Жазу өте маңызды дейтініміз содан. Педофилден қорқам дегендер не себепті аты жаман қаскөйден қорқатынын түсіне алмайды. Есіңізге түсіріңіз десек, түсіре алмайды. Бірақ жазған кезде қорқынышының себебін табады. Жазу деген сөз, қазу деген сөз. Көп адамдар жазуға мән бермейді. Ақ қағазға жазған сөзіңіз ойыңыздың мазмұны. Түпсананы қаза бастағанда адамдар ашуланшақ бола бастайды. Оның себебі бар. Өйткені түпсанаңыздағы жараны қаза бастағанда ол ауырсыну белгілерін береді. Ол жарада сіздің уайымыңыз, қорқынышыңыз, мұңыңыз бар. Ауырмағанда қайтеді. Ауру сезімі дегенде миым ауырады екен деп ойламаңыз. Жаныңыз ауырып, мазасыздануыңыз мүмкін. Нейрохирургтердің адам миына наркоз салмай ота жасайтынын оқығанмын. Өйткені адам миында ауру сезімін білдіретін рецепторлар болмайды екен. Ондай сезім тек ми қабыршағы мен қан тамырларында болады. Сондықтан біздің басымыз ауырғанда миымыз емес, оның айналасындағы ұлпалары ауыратын көрінеді. Адам миы әлі талай ғылыми зерттеулерді қажет ететін орган. Оның тамаша мүмкіндіктерінің біз бір бөлігінде біле бермейміз. Мәселен, ғашық болған адамның миын МРТ аппаратына түсіріп көрген ғалымдар мидың рахаттану сезіміне жауапты бөлігі белсенді жұмыс жасай бастаған. Аппарат кескінінде адамға жағымды сезім тудыратын дофамин нейромедиатор гормондарының орнының ашық түсі білінген көрінеді. Ал мидағы жағымды толқын, яғни сіздің керемет көңіл күйіңіз сізге тек жағымды жағдайларды шақырып отырады екен. Сондықтан көңіл күйді, эмоцияны басқара алуда маңызды. Бұл туралы келесі тақырыптарда тарқатып айтамын. Түпсанаңызды тазалап алу арқылы өміріңіздің кез келген сәтінде кездесетін кедергілерді, мәселелерді шешуді өз қолыңызға аласыз. Әрине, алдымен Алланың қалауымен. Бір нәрсе есіңізде болсын. Қанша жерден ең мықты психолог, психотерапевт, мотиватордың алдына барсаңыз да, түпсанаңызды тек өзіңіз ғана тазалай аласыз. Әрине, ол кісілердің көмегі болуы мүмкін. Бірі жетелеп, енді бірі медитация арқылы сіздің өткеніңізге оралта алуы мүмкін. Бірақ түпсанаңызға тек өзіңіз ғана бара аласыз. Сіздің ойыңызға кіріп,
Санаңызды, түп санаңызды ешкім басқара алмайды. Түп санаңызда жылдар бойы сақталған өкпе ренішті, қорқынышты, уайым қайғыны басқа адам сезе де түсіне де алмайды. Яғни кез келген адам тек өзіне өзі ғана көмектесе алады. Ал біз тек сол жолды нұсқап, бағыт көрсетумен шектелеміз. Мәселен, кейбір адамдар болады, үнемі айналасындағыларға тек басындағы мәселесі мен уайымын айтып, қиындығымен бөлісіп жүргені. Оның әңгімесін тыңдап жанымыз ашиды. Қолымыздан келсе көмектесіп жүреміз. Бірақ шын мәнінде үнемі уайымдап көңілсіз жүру ол адам үшін өте қолайлы, тіпті өзі үшін пайдалы әдеті. Әлдекімдерге ренжіп жүруді әдетіне айналдырып алғаны соншалықты сол болмысы өзіне жақын болады. Ата-анасына ренжісе, немесе күйеуімен қарым-қатынасында қандай да бір мәселе туындаса, ажырасуға әзір тұрады. Кез келген мәселесіне өзінен басқа өзгенің бәрін кінәлап, жауапкершілікті өзгеге аударғысы келеді. Яғни ол адам үшін өкпелеп жүру, реніш дегеннің бәрі пайдалы. Ренжісе тойға бармайды, демек тарту ететін сыйлық алмайды. Пайдалы ма? Өзі үшін пайдалы, әрине. Саналы түрде көңіл күйі бұзылып жүргенімен, бейсаналы түрде комфортты зонасында отырады. Енесіне ренжиді. Сол себепті ата-енесінің үйіне бармайды. Бармағандықтан келіндік қызметін атқармайды деген сөз. Ол адам үшін пайдалы. Өзіне сол күйі ұнайды. Ондай адамдарға айтқан ақыл кеңесің де бірден әсер ете қоймайды. Өйткені өзі үшін сол жағдайы тиімді. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Тағы бір мысал айтайын. Оқыған, қос-қостан дипломы бар қыздар күйеуге шықпай қалса, сырт көзге осы жағдайы көңілін түсіріп жүргенде көрінгенімен, ол қыз үшін сол жағдайы тиімді. Табысы бар, қайда барам, қыдырам демейді, қай түйге дейтін күйеуі жоқ. Сондықтан іштей өзі үшін тиімді жағдайды жасап алып, күйеуге шықпай жүріп алады. Бірақ түп санасы түсінбейінше, өзінің неліктен күйеуге шықпай жүргенінің себебін ол қыздың өзі де білмеуі мүмкін. Тағы бір мысал. Бір танысым екінші әйел алатын болып шешім қабылдайды. Ал әйелі болса, сол күнге дейін түземеген енесімен қарым-қатынасын реттеп алады. Сырын, мұңын айтып жүріп, енесімен жақын араласты. Нәтижесінде енесі өзінің ұлына, егер екінші әйел алатын болсаң, мен бірінші әйеліңмен қаламын деп талап қойды. Сөйтіп мен екінші әйел алынбадым. Енесімен етене араласқан келін күйеуінің бабын тауып шаңырағын сақтап қала алды. Тағы айтайын, кейбір жағдайлар бізге емес, түп санамызға тиімді болып тұрғандықтан, біз өзіміз біліп-білмей түп сананың дегенін орындап жүреміз. Кей адамдар қанша жерде жұмыс істесе де ақшасының басы бірікпей, баспаналы бола алмайды. Немесе қарыздан көз ашпай жүргені. Өйткені сол жағдай оның түп санасы үшін тиімді болып тұр деген сөз. Тіпті кедейлік те түп сана үшін киімді. Кейбір адамдарға ақшам жоқ, маған көмектесіңдер деп жүрген ұнайды. Өйткені сол жағдай оған тиімді. Ешкімге еш нәрсе бермейді. Керісінше елдің бәрі соған береді. Рахат емес пе? Ал адам өзіне рахат күйден оңайлықпен айырылмайды. Жұмыс істеп әуре болмайды. Үкіметке аузыңды ашып қарап отыра бересің. Үкімет бермесе оңбаған деп шығамыз. Депрессиядағы адамды алатын болсақ та, өзіне оның сол күйі ұнайды. Әрине саналы түрде ұнағанын не істеп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ оның түп санасына депрессияға кіріп көңіл күйін желеу етіп, аяқ-қолын аспаннан келдіріп жата берген ұнап тұр деген сөз. Мұның жаманы адамның көңіл күйі сол күйіне сәйкес басқа да жағымсыз жағдайда магнитше тартып отырады екен. Баласы ауырып қалған аналар да өздеріне мұндай қиындықты менің басыма неге беріп отыр деген сұрақты қойып, түпкі себебін анықтап көргені дұрыс. Әрине, Алла тағала баланы ауыртпасын. Бірақ сондай жағдай болған екен, өзінің шамасы келмесе, арнайы мамандарға барып, мұның психологиялық түпкі себебін анықтауға тырысу керек. Түп сананы тазалаудың түрлі техникалары болады. Ол туралы келесі бөлімдерде таратып айтайын.